Как управлять казахами? Ойлаңызшы, осындай арнайы инструкциясы бар орыс тілінде кітап шыққан екен. Шығарған өзіміздің қазақтарына. Таңертеңнен бері өздеріңіз көрген шығарсыздар, мына кітап жайлы у-шу болып жатыр. Видео мен репостында тұр, егер көргілеріңіз келсе. Қысқасы, қалалардағы кітап дүкендерінде, жанармай бекеттерінде «Как управлять казахами» деген кітаптар сатылымда тұр. Тура аударсақ, қазақтарды қалай басқаруға болады деп аударылады. Жалпы, бұл кітаптың шығу тарихына үңілсек, сонау 1734 жылдары Петр Первойдың кеңесшісі болған Иван Кириллов деген біреудің деректеріне жүгінген екен. Ал 2024 жыл сол кітапты қайта басып шығару колониалды кезеңде өзіңіздей пормен бара-бар емес пе? Ол немене керек? Бұл кітаптың басылымға шығуына бастамашы болған мына Бақытжан Бұқарбай деген жігіт екен. Оны жаңағы спонсор болған кәсіпкер Кеңес Рәкішев қаражат құйыпты. Олар бұнымен жалпы не айтқысы келді екен? Мақсат не? Қазақтар өз-өзіне бас бола алмайды, біреу келіп басқару керек дегені ме, әлде қайтадан Ресейдің қол астында өтейік деген месседжі ба? Қазақты біреу басқаратындай оның өзі бас, өзі ақылы жоқ ба? Бұл бүкіл қазақтың бетіне шашылған күл деп ойлаймын. Жалпы мына кітап жазылған 18 ғасырдағы ата-бабамыз не көрмеді? Байлығынан да, отбасынан да, жақындарынан да, зиялы қауымынан да, оқуға деген мүмкіндіктен де бәрінен айырылған болатын. Ал бүгін соны әспеттеп, құрметтеп, тәуелсіз Қазақстанның кітап сөрелеріне қойып қою кімге керек? «Как управлять казахами» деген кітапты қорғап жатқандар шыға бастаған екен. Фейсбукта, Инстаграмда әр қазақ өз оқып, енді қайтадан сол құлыққа ілікпейтіндей білім алсын, білсін, анау-мынау өз тарихымыз ғой, бірдеме. Не сандырға кес? Сонда әр қазақ бұл кітапты орысша оқу керек пе? Кітапты шығарған, орыс тілінде шығарған адамдардың мақсаты не болып тұр сонда? Оның үстіне кітап мұқабасында бір қазақ әйелді құндақтағы баласымен зерлетіп қойған екен. Бұл не месседж? Жалпы, кәдімгі қазаққа жанын ашып бара жатса, қазақ тілінде шығармай ма кітапты? Ең сорақысы, соны өзіміздің қазақтар істеп отыр. Құлдық сананың қаншалықты қауіпті екенін әлгі Бәкең мен жаңағы Рақыш мырза біле ме екен? Білсе, осының бәрін түсініп, тәуелсіз санамен мынандай кітапты басып шығаруға қалай шідәті барды? Жалпы, кітап авторлары мен оған қолдау білдіргендер кітапты сөрелеріне қойған дүкендер жазаға тартылып, айыппұл төлеу керек деп ойлаймын. Ой, аяғымды шалыс бастық деп кешірім сұрап видео жазып жыл жауып қоя салуға болмайды. Егер мұндай бассыздықтардың жолын бүгін кеспесек, егер өзімізге өзіміз мысқылдап, күліп қарап, билігімізді басқалардың қолына оңай ұстата салсақ, елдігімізге сын емес пе? Онда басқалықтар елімізде ойына келген істеп ойлан салмайды ма? Қысқасы, ойланайық ағайын. Бүгін қазақтарды қалай басқаруға болады деген кітаптардың шығуына жол беріп жатсақ, ертең онан да сорақысы болуы мүмкін. Қысқасы, видеоны барынша таратып жіберіңіздер. Егер мына кітаптың сөрелерден алынып тастауы енді вообще шықпауына келіссеңіз, қолдасаңыз, онда қолдаймын деп жазып кетіңіз ағайын.